Арнамызға қош келдіңіздер. Уайым, қайғысыздық жасартады. Іспен айналысу көркейтеді. Шыдамсыздарға қарағанда төзімділер қайраттырақ болуы мүмкін. Өйткені алдыңғылар тек әлде бір қорқыныштың аузын жабуға ұмтылатын тәрізді. Сыртқы бет-бейнеме неғұрлым көбірек көңіл бөлген сайын, ішкі қайрат-жігерім соғұрлым көп мүжіле түсті. Нағыз мықтылар өз күштерін сыртқа шығару арқылы мақтанады. Байқадыңыз ба, сараңдар өте ұзақ жасайды. Тегі олар ажалдың өзінің зәресін ұшыратын болуы керек. Сіз мені адал болғаным үшін қызықсыз көруіңіз мүмкін. Кез келген шуда шу шығарушы үшін қолайлы бірдеңе болады. Шулап жүрген кезі өзіне иерлік көрінетін сияқты. Шындықты айтқан кезде ізетті көріне қоймайсың. Пысық кісілердің пасықтығы аңғарылмай тұрмайды. Жақсылыққа деген үміт көп жерде аярлардан аяқ қалып жүре алмайсыз. Әйелдердің қай-қайсысы да мақтауға лайық. Қай әйелдің бойынан да әлде бір тамаша ізгілік табылады. Мен кір жуушының ханзададай әсем қозғалып келе жатқанын көргенім бар. Тәрбиешілер үшін қаншалықты қымбат екенін балалардың өздері білмеуге тиіс. Кітап емес, өмір жақсылыққа баулиды. Тәкаппарлық тәрізді көрінетін де ізетті мінез болады. Егер қуаныштың сыртынан мұң сығалап тұрмаған болса, онда оның бойында тексіздіктің басым болғандығы және шын мәнінде көз тартарлық ештеңенің болмағандығы. Данышпан адам табиғатынан жайсыз келеді, ал халық болса тыныштықты қалайды. Ақымақтың аярлықпен көрші тұрады. Ақымақтыққа әлдебір тектілік бар. Келер күндеріміз біз үшін қайтыс болғандардың бейіттерінен гөрі көбірек күтім күтетін бейкүнә сәбилер тәрізді. Еңбегімізді бағалағаныңызға рахмет. Арнамызға тіркеліңіздер.